Таракан, сен біздің қыздардың қасынан шықпайтын болыпсың ғой. Тағы да солардың қасынан көрсем, тұра алмайтындай қыламын, түсіндің ба? Куба, сөйтіп өзіңе көп алмасай, мықты болсаң кел бірге бір. Қандай бірге бір? Талпа тырнақты істеп тұра ма сонда? Талпа, кет жіктер. Қайдан шыққан дөсіңдерсіңдер? Не жетпейді осы үйіңді? Төбелесесіңдер, басқа қыласыңдар. Төбелескеннен мүй шұртма бастарыңа. Бірдеңен бөлісе алмай жатсыңдар ма? Бәрі жете ма? Может бір білімді бөлісе алмай жатқан шығарсыңдар екеу? Кітапты бөлісе алмай, төбелесіңдер ма екеу? Ұят емес па? Жоғары сынып болдыңдар. Өздері сыныптастарын жинап, өздерінен кейін ғана оқып келе жатқан кішкентай сыныптың оқушыларын жинап, осы мектептің намысын жыртудың орнында бір-бірлерінің жағаларын жыртып жүрсіңдер. Не болды? Төбелестің, көзі көрді. Жаға жыртылды. Не дәлелдедіңдер бір-бірлеріне? Бір мектепте оқып, бір шаңырақтан білім алып отқаннан кейін тату болып өмір сүруге болады. Бір-бірлерінен кешірім сұраңдар. Кешір. Тату болыңдар, татулықта болыңдар. Егерде бұдан кейін тағы да бір рет бір төбелескендеріңді көрсем, менен жақсылық күтпеңдер. Сәлем пингвиндерім, менің атым Лунара. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бүгін біз менің мектебім туралы сөйлесетін боламыз. Біріншіден, біздің мектепте озат оқушылар көп. Екіншіден, асханада тамақтар тегін деп айтуға да болады. Себебі олар өте арзан, әрі дәмді. Үшіншіден, біздің мектепте бүгін дискотека болады. Ал кемшіліктеріне келетін болсақ, біздің мектепте бірінші миға сыймайтын тапсырмалар өте көп. Оларды орындап күтем дегенше түн бітеді. Екіншіден, біздің мектепте мұғалімдер сабақ оқытуға қарағанда ұрсуды жақсы көреді. Сол себептен де біздің класста көптеген төбелестер болады. Кеше ғана біздің класспен В классы төбелесіп, сол Кубаның көзі судан көгеріп жатыр. Лунара өшір ана түсірген. Бұны олар көгерткен жоқ. Бұны үйде ағаш жарып жатып, отын тиіп кеткен, сол бұл. Ағаш? Құмаш қандай ағаш? Өтірік соқпаш, сен домда тұрасың ғой, жер емес. Сен тыныш отшы, әйтпесе сен көгереді. Болды қойыңдаршы. Сіздермен бірге болған өз сыныбын және өзінің мектебін өте қатты жақсы көретін достарыңыз. Бұл біздің Лунара, мектептің атышулы блогері. Ол осы мектепті әлемге танытқысы келеді. Және де білім беру системасын өзгерткісі келеді. Жотам директор не деді? Сол баяғы төбелеспеңдер деді да. Соңында бір-бірімізден кешірім сұрадық. Айтпайсың ба? Куба өзі бастамаса төбелеспейміз ғой деп. Ой, сон директорға айтып тұрайын енді. Оны қоя беріңдерші, жақында жібектің туған күні. Оған не сыйласам болады? Туған күні. Романтик дейсің ғой, цветной бумагадан гүл жасап бере салмадың ба? Мен таптым. Өзеннің үстінде жет аттың суды шашыратып келе жатқан картина сыйласай. Сен мазақ қыл. Картинасын қызға сонда жет аттың суреті бар, суретті бересің ба қызға? Соны айтам. Өткенде директор Динараға концерттің соңында тура сондай сыйлық берген жоқ па? Директор ғой енді. Енді ол концерт еще Ахиматтан бері жүрген өткенде. Олимпиададан жүлде алған. Осы Ахиматты сүмеймін да, сондай картинадан басқа сыйлық бермейді ау, меніңше. Сонда да күшті ғой, картина жет аттың суреті бар болса. Мен қызым болса сондай сыйлық беретінім. Именно, сен сондай сыйлық беретін бір қыздар сенімен жүрмейді ғой. Айгерім ханым, не сұмдық? Сіздің сыныңыздан соңғы кезде айқай-шу, ұрыс-керіс, төбелес дегендер жиі шығып жүр. Жоқ, түсінемін енді, подростковый возраст, бұл уақытта сіз білесіз ба, балалармен тікелей байланысы болу керексіз.
Енді практикант болғаныңызға қарамай мен сізге үлкен сыныпты, жоғары сыныпты беріп алдым. Сіз егер де осылармен жақсы жұмыс істей алсаңыз, болашақта сізден жақсы маман шығады. Иә, түсінемін. Алдағы уақытта дұрыс жұмыс атқарамын деп ойлаймын. Сіз ойламаңыз, сіз солай жұмыс жасаңыз, Иә, әрине. Негізі, мен ойымша, балдардың жиі төбелесуі үйдегі ата-ананың қарым-қатынасына байланысты. Сондықтан әр ата-ана сәт сайын баласымен тығыз байланыста отыру қажет. Жоқ, енді ол бір ата-ана байланысты болады, бір ата-ана байланысты болмайды, әркімде әртүрлі жағдай. Енді мектепке келген кезде, біздің мектептің аумағында жүрген кезде біз өзіміз қадағалау керекпіз, міндеттіміз, иә? Иә. Бұл 10-шы А сыныбы. Болашақ банкирлер мен президенттер. Ал бұл мен. Бұл Айбар, сыныптың ең әдемі баласы. Бұл Айзада, дорамалар мен карт жігіттер. Ой, Барша. Бұл Жібек, сыныптағы ең әдемі қыздардың бірі. Ең әдемі? Сонда менен де әдемі ба, не осы красавчик, Вау, бұл Эдик. Сыныптың ең сүйкімді баласы. Найтуаннан бата алған. Рұқсат па? Рұқсат, кел Мақсат. Бұл біздің Мақсат деген батыр. Біздің мектепке жаңадан келіп жатқан оқушы. Өзі айтқандай спортшы, иә? Қандай спорт? Футбол. Құжаттар бәрі түгел ғой, Иә, түгел. Айтпақшы, бұны сіздің сыныңызға беремін. Білемін, сіздің сыныңызда енді оңай болып жатқан жоқ, бірақ Мақсатпен бір артық проблема туындайды деп ойламаймын, иә? Мақсат, құжаттарыңның барлығын тапсырың, апайымен бар, сыныппен таныстырыңыз, иә? Айтпақшы, футболдан құрамаға кіріп алайық. Жарайды. Айман, кофе. Меніңше, Жібекті мейрамханаға шақырып романтикалық түскі ашыңдар. Сол кезде саксофон немесе скрипка тартатын адам жалдап қоюға болады. Домбыра тартатын адам керек емес па? Жо, отырайық. Бро, сол кезде мен кіріп келеш, қолымда картина, размер 2x2, жет аттың суды шашыратып келе жатқан. Керек десең сатып алмайық той. Үйде бір картина бар, соны бере саламыз. Сен осы картинканы тықпалай бермеш. Мұнау ақымақ екен ғой, таза. Соны айтып, әжептәуір романтиканы бытшын шығардың ғой. Бұл жетеді осы. Оған дейін әлі біраз күн бар ғой. Айтпақшы, дискотекаға дайынсыңдар ма? Дайынбыз ғой, бит шашты қой, примерно. Қандай би? Бүгін Кубас жігіттер келеді, төбелеске дайын жүріңдер. Болды, брат. Дайынбыз ғой. Жігіттер, осы А класына жаңадан бір футболист бала келіп дейді ғой. Естідіңдер ма? Осы, біз білмейтін информацияларды қайдан біліп қоя бересің? Соны айтамын. Связь деген жетеді ғой. Айбар айт, Айбардың бөлесі екен. Бүгін өз сабақ бола ма? Ағай келе ме әлде қайта береміз ба? Келеді қазір ағай. Бағана маған тыныш отырыңдар, кешігіп келемін деген. Қазір біреуің шық тура директорға айтам. Ой, Айдана, осы старс деген сайын өзіңе көп алмас жарай ма? Аға, сен бірінші өзіңе қарап алшы. Маған не бопты? Саған не болмады, сен бірінші өзіңе қарап алшы. Тыныш, жай сөйлеңдерші, тиктоктың промайында отырып қой. Ой, мұнан тиктокта отқан міндет қой. Кән? Добрада, шулаңдар бәрі. Не болды сендерге? Аламыз. Не болды? Мұғалімдердің қазір келеді. Мына екі бойжеткен кластың екі өсекшісі, Майра мен Динара. Айбай өсекші дей салғаны ше? Соны айтам, қашан өсек айттық? Рас қой, алғашқы жаңалықтардың бәрін сендерден естиміз ғой. Қойш, біз өсек айтпаймыз. Сол ғой, айтпақшы естідің ба? Біздің сыныпқа жаңадан оқушы келейін деп жатыр екен ғой. Қойш? Иә, қой осы. Достар, пингвиндері, маған тіркелеміз. Сендерді әрдайым жаңа жаңалықтармен қуантуға уәде беремін. Сау болыңдар. Капец, канал жүргізу деген қандай қиын. Осы 100 000 подписчик қаяқтан жинауы? Юфкеге қатысады, ақша беріп жинайды ғой. Осы инстада ше, елдер жеген тамағын, ісірген ернін, киген киімін, жаққан кремін, бөксесін, тіпті төсін ашып қояды. Сондайлар түсінбеймін ше. Айналысының бәрі толған проблема. Жаным, ал бәрі сен сияқты ақылды емес қой. Бәрі бес. Кеше о акиматтан тызылдатып келіп қалыпты ғой. Не үшін?
жолдағы видео өтіп кеткен ау. Қызыңызды тәрбиелеңіз деп келіпті ғой мамаға. Қаршадай қызбен алысқанша қаланы ретке келтіріп алмай ма? Айтпа. Атың Мақсат қой, а? Иә. Менің атым Айгерім. Сен сынып жетекшің болам. Қайда мектептен ауысып келдің? Ауылда 46-шы мектепте оқыдым. Қаладан 30 шақырым жердегі үйімшім ауылында. Әдетте оқушылар мектеп бітіретін кезде ауылға ауысып кетуші еді. Сен қалаға ауысып келіпсің ғой. Солай болып қалды енді. Сыныпқа үйреніп кетесің деп ойлаймын. Егер қандай да бір мәселелер туындап жатса, маған айт. Аха, жарайды. Жүр, сыныпқа кеттік. Қыздар, жігіттер, менде бір идея бар. Сендер мектепте бітірген соң қай жаққа барасыңдар? Үйге барамыз. Ой, оны айтпайын. Кім болып жұмыс істейсіңдер деймін. Мысалы, мен психолог боламын. Луна, сен өзіңе бір психолог керек қой. Ой, қойш, ал мен дәрігер боламын. Дәрігер? Сен ба? Сен мынау не екенін білесің ба? Мынау қол, мынау ми, мынау бас. Сан кейін науқастар бәрі инвалид болып қайтады. Ал біз? Ал сендерді ше? Мен білем, сендер журналист боласыңдар. Қайдан білдің? Енді осы қаяқта жүрсе, сендер сол жерде жүресіңдер. Эдик, сен бәріне күле бересің, өзің кім болып жұмыс істейсің? Мен? Я, сен? Мен? Мен әскерге барам, жер қорғаймын, ел қорғаймын. Не күлесіңдер бар? Ой, сені әскерге алмайды, сен бірін шашыңды ал. Эдик, адам бол, балам, адам бол. Куба, сен ше кім боласың? Менің кім болатынды бұлай түрім, шашым, бұлшық еттерім айтып тұрған жоқ па? Ой, мақтаншақ. Селме, отырыңдар. Алдында сабақтан кейін тағы да төбелес болыпты ғой. Кім бастады? Құрбанбек, сіз ба? Орныңыздан тұрыңыз. Апай өзі бастады. Тыңдағым келмейді. Егер тағы да осылай қайталанатын болса, мәселені ата-анаңызды шақырып тереңінен қарайтын боламыз. Түсіндіңіз ғой, отырыңыз. Барлықтарыңыз түсіндіңіздер ғой. Тағы да төбелес туралы естімейтін болайын. Бұл Мақсат, бізге сыныпқа келген жаңадан оқушы. Үзілісте танысып аларсыздар. Отырыңыз. Ал қазір сабақ бастайық. Таяқ жерге тастайық десеңші. Құрбанбек, сабаққа қатысқыңыз келмесе шығып кетсеңіз болады. Рас па? Шығып кете беруіңе бола ма? Иә, шыға беріңіз. Ренжімеңізші апай, ол өз сондай біртүрлі. Айзада, сіз неге жалғыз отырсыз? Құлақ қапты шешіңіз. Ойымнандай ақымақтармен отырғым келмейді. Түсінікті. Жібек, stand-up please. 52-ші бетті ашып, алғашқы өлең жолдарын оқи берсеңіз болады. To the wicket in a yellow wood. Короче, 4 қасқыр шалып жатыр ғой. Содан тұрдым да біріншісін бұлай лақтырып жіберем ғой. Артынан екіншісі келеді, шынтақпен бұлай бір ұрдым. Сосын арқама біреу шықпай жатыр ғой. Түспейді, сосын жерге жатқызып тұмсығынан бір тием да бәрін жайратып саламын ғой. Мен қарасам да көзім содан көгерген ғой. Көрінер ма? 4-ші сабақ кетті аға. 4-ші істеймісің? Оны не істеп едім, Оның құлағынан бір теппедіңіз ба? Иә, дұрыс айтасың. Құлағынан 2 айналып тұрып теппесің ғой. Тек оның ғана емес, біздің де құлағымыздан теуіп тұрсыз ғой. Жоқ, сендерді алдап не істеймін? Шынымен солай болды. Қыздар жарайды. Сене салайық айтпесең ана жерден бізді сендіргенше кетпейтін сияқты ғой. Бір өзі 4 қасқырға жабылдым дегенге бесіктегі бала да сенбейді ғой. Соны айтам. Жоқ. Кет, қыздар, буфетке. Не істерін білмей кеттім ғой. Сабақтан шықпай-ақ қою керек кетті. Сенбесіңдер ойындар. Ассалаумағалейкум. Мені танисыңдар ма? Я танимын ғой. Атың кім? Куба. Саған кім? Куба деп айтуға рұқсат берді. Атың кім сен? Жігер. Жуба. Бір нәрсе күлкілі ма? Жоқ, ештен күлкілі емес.
Мен сынатым кім білесіңдер ма? Короче, бәрің бірдей. Тұр. Короче, мен қарным ас. Қалталарында қанша теңге бар, бәрін тез шығарыңдар. Бол, тез. Бол тез. Все, болсын ба. Тай. Вот, нан енді тамақ жеуге болады. Мына жерде, мына парталарда, мысалы, сендер сияқты әдемі, өмірге деген үміттері жоғары оқушылар отырған. Олар сабақ айтқан, бұзықтық жасаған, ғашық болған. Қазір олардың әрқайсысы сан тарау жолдарда. Біреусі жетістікке жете алды, біреусі жете алмады. Жетістікке жету үшін үлкен қадам жасау керек. Үлкен қадам жасау үшін неден бастау керек деп ойлайсыздар? Пара беру керек, апай. Жоқ, ең алдымен ойды өзгерту керек. Содан кейін сіздер мен біздің арамызда ешқандай сыр болмауы қажет. Қандай жағдай болмасын, біз бір-бірімізді тастап кетпеуіміз керек. Сұрақтарыңыз бар ма? Апай, сіздің жақсы көретін жігітіңіз бар ма? Жарайды, сабақ аяқталды. Қоңырау болды балалар. Келесі сабақта кездескенше. Әдетте қоңырау болғанда оқушылар құтылып кететін еді. Бұл жолы апай құтылып кетті. Қыздар, жігіттер, танысып қойыңдар. Бұл менің бөлім, Мақсат. Өзі футболист. Спортик дейсің ғой. Қатты жүгіреді десе ше. Құрбанбек болады десің. Куба десең болады. Короче, класстағы мужской проблемаларға мен, ал женскийна Эдик жауап береді. Құршы бар Куба көзімді көгеріп алып. Макс, біздің сыныпта өкшен қоғынбайлар жиналған, үйрен кетесің. Футболист болған жақсы болды. Как раз сборныйға балтыра келеді. Айтса, жыл сайын кішкентайларына атыла беріп, азор болдық қой. Қыздар, жігіттер, кешке дискотекаға кім келеді? Бәріміз баратын шығармыз? Спортик, бүгін кешке мектепте дискотека болады. Кел. Я. Ой, саламатсың бе? Ой, қыздар, қалайсыңдар? Сонда не yapmışsınдар? Универден практика айтып қаламыз. Сен іздедік еще. Рас па? Қуаныштымын. Сол универден практикаға жіберген ғой. Сол ертеңнен бастап сабақ өтеткенбіз кішкентай сыныптарға. Сол қалай болатынын білмей тұрмыз. Қобалжымаңдар, басында бәрімізде солай басталады негізі. Иә. Енді сол алған білімімізді практика жүзінде тексеріп көреміз ғой. Сәттілік онда қыздар. Жүріңдер шай ішіп, біраз әңгімелесек, жаңалықтарыңды айтыңдар. Қалай осы мектепте сабақтар қиын ба? Жоқ, нормально. Ана тағы да келіп алды ма? Жібек, Приветики, рулетики. Қалайсыңдар? Саған амандасу керетпеген ба не? Ағал қалайсың? Қалай болғанды қалайсың? Не істеп жүрсіңдер? Не істеу керек енді? Короче, мына жерде барлығын қайтып тұрыңдар. Үйлеріңе, шешелеріңе деп жатқан шығар. Шаруаң болмасын. Сен қысып тұршы бір жеріңді мақман. Жібек, кетіп билейміз. Сені мен билегім келмейді. Кішкентай қыз ма не? Кішкентай қыз емеспін, сенің мен билегім келіп тұрған жоқ. Көп сөз ғой, кетіп билейміз. Тартып қолыңды. Айтып тұр ғой билегісі келмей тұрған. Сен мықтысың ба не? Мықтымын. Қазір алдындағыдай шайыр қыласың ғой. Кел көрейін. Кел ал.